Қайырлы кеш қазақ елі, қазақ жұрты. Осы халық қазір қарасаңыздар, біздің қазақтың жерінде ажырасудан біз ең алдыңғы қатарға шықтық та. Бұның себебі не деген сұраққа жауап іздеп көрейік. Бір. Екінші кезекте қазақтар кредитке кіріп, нанын таппай қайыршы жағдайға түсті. Екі. Үшінші кезекте қазақтар қазір біз мешел халыққа айланып бара жатырық та. Оның себебі неде деген сұраққа мен жауап айта кеткім келіп отыр. Бірінші кезекте қазақтың бірінші дұшпандары мына той жасай беретін. Сүндет той, бесік той, ұзату той, өнен 60 жас, 70 жас, 80 жас, 100 жас той жасайтындар. Екінші кезекте орынсыз ас беріп, одан кейін мына адам қайтыс болғанда 40-ында, 70-інде, асында жаңа мал сойғызып, жаңа марқұмның отбасын шығынға батыратын, бұл осы адамдар қазақтың қас дұшпандары деп есептеймін да. Себебі өздеріңіз қараңыздар, той жасаған ақымақтың кесірінен қаншама отбасылар ажырасып жатыр, банкроттық жағдайға түсіп. Себебі той жасаған ақымақ ана жаңа тойға шақырғанды бір қатын отырғызып қояды да мәжбүрлейді. Тойдан қалмай кел. Өлсең де жетпейді. Не көрге алып кетесің бе ақшаңды деп, сол ақшасының бәрін ана соңғы ақшасын қағып ап, сөйтіп соңғы қаншама біздің қазақтың отбасылары банкрот болып, ажырасып, қаншама жетім жесірдің көз жасына қалып жатқан осы той жасайтын, ас беретін ақымақтар деп айтқым келеді. Енді екінші зиян нәрсесін айта кетейін. Екінші зиян нәрсесі жаңағы бұлар кәсіп жасап, ақша жинап, ақшаны көбейтіп, тұрмысын түзеуді үйретудің орнына орынсыз ақша шашуды бала шағасында, немересіне жаңа қазақты, халықты адастырып отыр да бұлар. Екінші. Үшінші кезекте мал сияқты кешкі сағат 6-дан түнгі сағат 12-ге дейін тамақ ішу, ол физиологиялық тұрғыда адам ағзасын құртып, қаншама біздің қазақтың апталда 50 жастағы, 60 жастағы азаматтары өліп жатыр, азаматтар мен азаматшалары. Сондықтан айналайын қазақ елі, қазақ жұрты, біз осы халықтың осындай мүшкіл жағдайға түсіруге бірінші кезекте билік кінәлі дейміз ғой, билік те кінәлі, бірақ екінші кезекте осындай ақымақ, надан жаңа халық дұшпандары деп есептеуіміз керек. Той жасайтын адам, ас беретін адам, өнен кейін мына адам қайтыс болғанда жаңағы жаназасында, 70-інде, 40-ында, асында мал сойғызып, шығынға батыратын адамдар, бұлар қазақтың қас жаулары ретінде қарауымыз керек та. Себебі бұл біздің қазақтың ешқандай да салт емес. Бұларды сарттар санамызға сіңдіріп тастаған. Бұл жаудың ісі. Жаулар біздің санамызға сіңдіріп тастаған. Бірақ қазақ ата бабан кезінде қарал үйден ешқашан қазан көтерткізбеген. Ешқашан қазан көтерткізіп, ол үйден тамақ дәметпеген. Сондықтан бұны арам тамақ, арамза тамақ аңдыған, ешқайдерде жұмыс істемейтін, біреудің еңбегінің арқасында өмір сүретін, сол арам тамақ арамзалардың іс-әрекеті деп білуіміз керек. Сондықтан айналайын қазақ елі, мынау қазақтың тойы бітпесін, қазақтың тойы құдайдың қазынасы деп жүргендер, бұл қазақтың тойы емес, бұл дұшпанның тойы. Бұл сөздердің бәрі дұшпандардың сөздері. Сондықтан бұлар таза түсінген, ертеңімізді, 10 жылдығымызды, 100 жылдығымызды ойлаған адам егер сараптап көретін болса, бұлар қазақтың қас дұшпандары. Бұлар қазақты құртумен, қазақты кредитке батырып, қазақты қарызға батырып, қазақтың қаншама отбасын банкрот жасап, қаншама отбасының жаңағы жетім жесір болып, жетім жесірлер көбейіп, солардың көз жасына қалып отырған, ас беретін мен той жасайтын нағыз қазақтың дұшпандары деп білуіміз керек. Сондықтан оларды сыйламауымыз керек. Сонан кейін олардың көңілдерін, өнен кейін бұлардың көбінесе той жасайтын, өнен кейін қазақтың ақшасын орынсыз шашатын адамдар, бұлар қазақтың еңбегін бағаламайды. Қазақтың ақшасын бағаламайтын, қазақты сыйламайтын адамдар ретінде қарауымыз керек та. Сондықтан бұндай адамдарды ешқашан сыйламауымыз керек. Бір. Екінші кезекте бұл той жасайтын, жаңағы ас бергізе беретін ақымақтар көбінесе өсекші келеді. Ана бәленбай бүйтіп айтады екен, мынау түгенбай сөйтіп айтады екен деп, өз ойында еркіндігі жоқ. Ешқандай жаңағы ойлау қабілеті жетіспей қалған, тек қана бар тапқан ақшаны тойға шашып қана сөйтіп қазақты қарызға батырып, қазақтың мешел күйінде қалуына тікелей кінәлі осылар. Сондықтан айналайын қазақ елі, қазақ жұрты, әр қайсымыз, әрбір азамат пен азаматша осы жындыққана тойдан бас тартуымыз керек. Қазақтың тойы бітпесін деп жүргендер, ол қазақтың қас жаулары.
Сондықтан мынау тамада алаяқтар, тамадалар да алаяқтар. Қолында тамадалар оттамай халықты алдағанша қолдарына күрек алсындар, жұмыс істесін бар. Қазір жұмыс қолы жетіспей жатыр Қазақстанда. Сондықтан айналайын қазақ ел, қазақ жұрты, біздің ұлт мешел күйінде қалып қалмасын десеңіздер, біздің ұлт жер бетінен жойылып кетпесін десеңіздер, бұл осындай ақымақ, өсекші, той жасай беретін, қазақтың маңдай тереңбек ақысын жерге шашып жатқан ақымақтарды сыйламаңдар. Олардың көңілдеріне қарамаңдар. Көбінесе олар өзінше ренжігіш келеді. Ой, бәрі ренжіп қалды, қитық балсы. Ренжісте көшке берген тайын алсын. Олай ондай ақымақтардың кесірінен қаншама жетім жесір өсіп жатыр. Сондықтан айналайын қазақ елі, қазақ жұрты, қазақтың бар тапқаның тойға жасылсын деген бұл да наданның сөзі. Сонда сен бір жыл бойы жұмыс істеп, бір күнде ақшаны шашып тастау, бұл нағыз ақымақтың ісі. Оданша ақшаңды жинап, кәсіп ашып, біз өркениеттер мемлекеттердің қатарына қосылайық. Рахмет тыңдағандарыңызға. Сіздермен болған Мұрат Нұрдынұлы.